Сәлем достар, мен бүгін сіздерге сүтті қыз тортының рецептін ұсынғым келіп отыр. ютубта 1000 оқырман болғаныма орай осындай безендірумен өз қолыммен сүтті қыз тортын жасағым келді. Қазір сіздерге қалай жасағанымды, қалай безендіргенімді көрсететін боламын. Ең алдымен торттың корждарын пісіру үшін пергамент қағазының үстіне кальцияны қойып, корждардың формасын дөңгелек етіп сызып шығамыз. Менде осы рецепт бойынша 4 корж шығады. Осылай 4 пергаментті дөңгелек етіп сызып шықтым. Менің даусыма мән бермеңіздер, тамағымды ауыртып алғаннан кейін даусым осылай қайырылып естіліп тұр. Пергамент қағазының үстіне корждардың формасын сызып дайындап алғаннан кейін енді корждарды жасауға кірісеміз. Ең алдымен жұмыртқаның үстіне шым-шым тұзды салып, миксермен көпіргенше араластырамыз. Жұмыртқа осылай аппақ болып 2 есеге ұлғайып көпіру керек. Одан кейін қопсытқышты және оның бәрін салып, бірінші лопатамен араластырамыз, одан кейін барып миксермен араластырамыз. Бірінші миксермен араластыруға болмайды, себебі біздің ұндарымыз шашырап, жан-жақта былғауы мүмкін. Құрметті көрермен, қазақ тілді каналдың дамуына үлес қосып, лайк басып, каналыма тіркеліп кетіңіз. Міне біздің корждарымыз дайын болды. Қамырдың консистенциясы осындай болуы қажет. Бағанағы пергаментке дөңгелетіп сызып алғаннан кейін 4 пергамент қағаз сызып алдық қой, соған 3 ас қасықтан теңдей етіп бөліп салып шықтым. Одан кейін лопатаның көмегімен дөңгелектің формасын асырмай жайып шықтым. Барлық пергаменттерімізге осылай қамырды дөңгелетіп жайып шыққаннан кейін противеньге орналастырып, қамырымыз бір келгі болу үшін противеньді төменнен жоғары қарай сілгейміз және осы дайын болған корждарды қызып тұрған пеште 180 градуста 10-15 минут қызарғанша пісіріп алу қажет. Көріп тұрғандарыңыздай пергамент қағазы корждардан оңай ажырайды, өйткені мен Поклан деген пергамент қағазын пайдаландым. Тура осы сүтті қыз тортын пісіру кезінде Поклан деген пергамент қағазын пайдалансаңыздар, осылай оңай ажырайды және ешқандай корждардың қалдықтары пергамент қағазында қалып кетпейтін болады. Корждардың бәрін пісіріп дайындап алғаннан кейін енді торттың кремін дайындаймыз. Құрғақ және таза ыдысымызға тоңазытқыштан алынған салқын сливкиді құямыз және миксердің ең жай жылдамдығымен көпіргенше миксерлейміз. Осылай көпіргеннен кейін қантымызды 3 бөліп миксердің ең жай жылдамдығымен араластырамыз. Қанттың бәрін салып болғаннан кейін миксердің ең жоғарғы жылдамдығымен қоюланғанша, крем өз формасын ұстағанша миксерлейміз. Мен шамамен 7-8 минуттай миксерледім. Мінекей бізде крем қоюланды. Крем өз формасын жақсы ұстайды. Енді корждарымызды алып, торттарымызды жинаймыз. Торттарды осы видеода көрсетілгенде жинап, өз қиялыммен сәндедім. Менің енді бар жеткен қиялым осы болды. Сіздер өз қалағандарыңызша сәндесеңіздер, безендірсеңіздер болады.